адам баласы ұстаздың алдынан өтеді, тәрбие алады. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген халық даналығынан ақ мұғалімнің адам өмірінде алатын орнын білуге болады. Әлемдегі ұлы тұлғалар да ұстаздан тәлім-тәрбие алып, білім нәрімен сусындаған. Ескендір Зұлқарнайын даңқ пен абыройға кенелуімде мен бір адамға қарыздармын. Ол ұстазым Аристотель десе, Абылай хан Төле биді, шәкәрім ұлы ақын Абайды, Жамбыл Сүйінбайды ұстаз деп пір тұтып, шексіз құрметтеген. 21 ғасыр білім мен ғылымның, технологияның дамыған заманы. Жаңа заман мұғалімнің де, оқушының да жаңашыл, көшбасшы, заман талабына сай болуын талап етеді. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалімі қандай болса, мектеп сондай болмақшы деп халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы атап көрсеткендей, білімді, педагогика, методиканы жетік білетін, түрлі белсенді әдіс-тәсілдерді жетік меңгерген мұғалім ғана оқушы жүрегіне жол табары анық. Қазіргі заманда білім беру әлеуметтік құрылымның маңызды элементтерінің біріне айналып отыр. Адамның болашағы оның қазіргі алған білімнің сапасына, көлеміне, ойлау деңгейіне байланысты. Қазіргі жаңа технологияға байланысты оқушы білім алуды өзі ізденіп, жаңа тақырыпты оқып, түсініп, пәнге байланысты әдебиеттермен жұмыс жасап, жолдастармен ой бөлісіп, өз білгенін көпшілікке желі түрде жеткізе алса, онда ұстаз нәтижеге қол жеткізеді. Әр ұстаз ел тұтқасын ұстар, азамат пен азаматша тәрбиелеп отырғанын ұмытпау керек. Сол себепті ұстаздың босаңсуға хақы жоқ.